жарқылдаған, көңілі аңқылдаған, жасыны саңқылдаған, қадамы қарқындаған. Астана сен жас ордасың, ар ордасың, ақ ордасың. Ғашық орда, гүл орда, бас орда, күн қала, жыр қала, күй қала, бақ ордасың. Астана сен жас ордасың, ар ордасың, ақ ордасың. Ғашық орда, гүл орда, бас орда, күн қала, жыр қала, күй қала, бақ ордасың. Астана сен жас ордасың, ар ордасың, ақ ордасың. Ғашық орда, гүл орда, бас орда, күн қала, жыр қала, күй қала, бақ Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Астана дәстүрлердің ордасына айналып үлгерді. Астана күнінің қарсаңында түркі халықтарының мәдениетіне бағытталған Астана арқау дәстүрлі әнжыр өкілдерінің басын қосқан Астанаға тарту шаралары үрдіске айналғанын біліп отырмыз. Бүгін біз осы өнерпаздарды студиямызда басын қостық. Ендеше алғаш қонағымызды қошеметпен ортамызға қосақ. Қырғызстан мемлекетінен келген Бақыт Шәтенов мырзаны қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Бақыт мырза. Сөйлетіңіз, жайғасыңыз. Енді алғашқы сауалды біз сөз етіп отырған Астана арқау фестивалінен бастайық. Биыл нешінші рет қатысып отырсыз өзіңіз? Мен бірінші жолы келіп атам. 2005 жылы бір фестивальға келгем. Ошондан бері мына екінші жолы бұл Астана арқауы бірінші жолы келіп атам да. Енді бұл фестивальға шақыртуды қалай алдыңыз және бұл шара жалпы не береді, мәдени алмасуларға қандай бір әсері бар? Шақыруыны ошол маға сазының жетекчisi Бағдат деген жигит ошол чакыруу жиберди. Бакыт келип ушул жака Астанага келип фестивалга катышкын деп. Эми сазы биздин Кыргызстанда да болгон. Камбаркан тобу менен бирге концерт чогуу бергенбиз. Маданият алмашуулар өтө кызыктуу, жакшынакай өтүп жатат биздин Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда. Енді аталған шара туысқан түркі халықтарының ортасындағы мәдени байланысты нығайту, ортақ мұраларды жаңғырту деген сияқты міндеттері бар, жалпы сіз үшін маңызы қандай осы шараның? Фестивальға мен өзімдің улуттук ырлардан ырдап, өзүбүздүн кыргыз элинин ырларынан, анан сазы менен бирге ошол казакча элдик ыр жарыямай деген ыр менен келдик. Қазақша орындайсыз, иә? Қазақша орындайбыз. Бақыт мырза, енді жалпы жаңғыру деп отырмыз ғой, мәдени жаңғыру. Осы қомызда орындалатын жырлардың соңғы уақытта бір қайтадан өз ортасына оралуы, қайсы бір шығармалардың қайтадан ортаға қосылу деген сияқты бір мысалдар бар ма? Жаңғыру туралы айтып жатырмыз, қайтадан түлеу, өнердің ортаға келуі. Андай нерселер көп бізде дағы.
илгерки байыркы аткарылбай калган ырлар, көптөн бери эл ичинде ырдалбай калган ырлардын баары мына азыркы учурда абдан кызыгуу менен биздин жаштар ушундай абдан жакшы чыгарып атышат. Комузду коштоосунда, анан жанагы фольклорный ансамбльдердин коштоосунда мына ушундай жакшынакай күүлөрдү, ырларды абдан жакшы чыгарып атышат азыр. Казактын ан күйлөрүнөн кандай чыгармаларды орундап жүрсүз комуз менен? Казак элинин ырларынан өмүрдүн көбү кетип азы калдой деген ушул ырды ушул комуз менен ырдап жүрөм да. Жақсы. Енді тарту мен келгенден кейін сол тартуды ортаға салайық. Ендеше сізге мархабат. Азыркы аткарылуучу чыгарма биздин улуу композитор Муса Байетовдун «Ойгоном» деген ыры. Akılga düşsüm oygunum hangimin dine oylunum altınım senin duy yazarın aylında le birigine bol bol kapıstan çocuğu oygunum kadırın dine oylunum kaycarım gündün uy deydi divo altında le birigen ay bol bol Akjoluğunda bol kaldım Akjivikte nurdangan ayılda bizdin oy bolso çüngo Anardaya betten ay nurdan Ықыласымызда осы жерден өзіңізді әңгімеге қосайық. Енді биылғы жылда қандай ерекшеліктер бар? Жалпы осы шараның беретін, алатын дүниелерін өзіңіздің аузынан естейік. Міне биыл жаңа Бақыт мырза айтқандай, биыл көп өзгерістер, жаңағы жылда келіп жүрген орындаушылар биыл өзгеріп жатыр көбі. Осы уақытқа дейін шамамен бір кісілер келіп жүрген бе еді? Бұрында енді бір кісілер 2-3-4 мәрте келіп кеткен жайттары бар. Мысалға енді Сердар, мысалға Түркменстаннан жылда келетін биыл мен басқа мінеки 3 дутаршы, бақшы, гиджак сол осындай болып келіп жатыр. Мысалға мына Сарыйғыр қарындасымызда биыл келіп отыр бірінші рет. Бұрын осы болмаған. Мына Якутиядан да мінеки Артур деген жігіт олар келіп отыр. Осындай жаңалықтар мына Монғолиядан, Қалмақтан, осындай көптеген елдерден келіп жатыр. Өзбектер де, татарлар да, түріктер де бұрын көп келмеген, биыл бірінші рет қатысып отқан кісілер көп жылдағы қарағанда. Енді бұл мәдени алмасулардың бір әсері Астана халқына дейтін бір пайдасы туралы атап өтейік. Мысалы, көрермендердің қабылдауы дейміз бе? Енді бұл біз осы түркі тілдес халықтармен біз енді мәдениет майданында біргеміз. Көптеген бір аспаптарымыз кейде бірге, мысалға сыбызғы
мынау башқыр халқында да, енді бізде де, мына түркмендерде де осы ортақ аспап болып есептеледі. Мына қурайдан жасалған. Енді біз енді мал бағып жүрген қазақ ұлттар болғаннан кейін түркмендер де бәрі де осы жаңа жүрген жерінде қурайды кесіп алып, содан мына музыкалық аспап жасап, осындай ортақ аспаптарымызда кездесіп жатады. Сондықтан енді осы мәдениет майданында осы түркі тілдес елдердің мынау музыкалық аспаптары, жырлары, көптеген ұқсастықтары бар. Соны бейіл емес, енді 7 жыл болды осы дәріптеп, осы достастығымыз жалғасып жатыр. Осы тұста студиямызға келесі мейманымыз, келесі қонағымызды қосайық. Түркі халықтарының дәстүрі, түркі халықтарының мәдениетін арнап отырмыз. Ендеше Қарашай Черкес елінің халық әртісі, композитор Арсланбек Сұлтанбеков мырзаны қошеметпен ортамызға қосайық. Қарсы алыңыздар. Қош келдіңіз, Арсланбек мырза. Төлетіңіз. Енді өзіңізден Ноғай халқының, қазақпен бір деп айтсақ болатын Ноғай халқының мәдениеті, сақталуы, өнері туралы ақпарат білейік. Қазір қай деңгейде, қандай бір жаңғырулар бар, айта тұрыңыз. Elbette Қазақпан Ноғай айырылған халық деп тарих солай келген, тағдырымыз солай болған. Ноғайлар десең, Ноғайлар қазір дүнияда шашырап, жайрап тұры. Бұл озған жылларда Европада, Түркиядағы көп фестивальдерде жүрдім. Ноғай екенін ұмытпай жүре береді халық. Енді қолыңызда алып келген аспапты қазақ домбырасы деп атасақ та, Ноғай домбырасы деп атасақ та қателеспейміз, солай ғой? Бұның түрк халықтарында көп инструмент өзіңіз білесіз. Ама екі халықта Қазақпан Ноғайда домбыра деп айтылады. Бізде де ертеден бері ойналған бұл домбырада, қазірге дейінде домбырада ойнаған. Жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, енді әлемдегі көптеген мемлекеттерде өтетін осындай өнер шараларына қатысып жүрмін деп. Осы шаралардан кейінгі бір әсерлермен бөлсекші? Бізде бұндай фестивальдер болсын, түрк халықтары біріншілей, бенші біздің рухымызды көтереді. Әрбіріміздің рухымыз көтеріледі. Ендіге бұл дүния мемлекет көп ұлтлар бар, дүния үлкен. Соның үшін не жерге барсаң да, қай жерге барсаң да өзің түрк бауырдас халықтарыңды көргенде адам жүрегі көтеріледі, сол өте пайдалы. Қазақстан сау болсын, Қазақстан мемлекет сау болсын, мұндай нелер жасап тұрғанына. Сіз сөйлеп тұрған тіл ноғайша ғой негізі, бірақ ешқандай да айырмашылықты байқамаймыз. Мына домбыра аспабын ортақ деп айттыңыз ғой, мұнда орындалатын шығармалардың ортақтығы туралы да білейік. Мысалы, қандай бір қазақтың немесе жаңағы ортақ деп келетін шығармалар орындайсыз? Бізде ортақ болып, дестандар ортақ. Дастандар, аха. Едіге, Шора батыр, Қобланы батыр, епсі 40 батыр бар бізде. Одан басқа шал киіз, қаз туған, онда айтамыз. Сүйсеңіз, мен қазір айтып тыңлатайын. Жақсы, шал киізден жіберіңіз онда. Шал киізден жібересіз ба? Қаз туған ба? Шал киіз. Бұл Ноғай халқында сақталған үлгісі, айырмашылық бар ма? Негізі қай шығарманы орындайды деп отырсыз? Бұл шал киіздің термесі Лашын құс деген. Лашын құс. Ноғай варианты. Мен бұны бізде Алиби жырау деген бар, соның репертуарынан алып жүрмін. Қазақ нұсқасымен айырмашылық бар ма? Қазақша нұсқасындағысымен айырмашылық бар ма Лашын құста? Бар, иә. Лашын құс, игі құс, қанаты қысқа болса, не болдай, не болдау. Қатар бұзып ол айуан, қутон керіп алған соң, қарқырасы кішкей болса, не болдай, не болдау. Қатар бұзып ол айуан, қутон керіп алған соң, арқадан атадың ұлы ер жігіт, ярлы болса не болдай. Не болдау. Не болдау. Сескенген дұшпанның ярма етін алған соң, арқадан қашқан қоянды арғымағым аямай қабырғалап
басыма етеклеп алтын құйса тоқтаман 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 лашын құс игі құс қанаты қысқа болса не болды не болды қатар бұзып ол айуан қаз төңкеріп алған соң қарқырасы кішкей болса не болды не болды не болды Жақсы. Астана Арқау жаңағы фестивалі бізде жылына болып жатыр ғой, жаңа ағамыз айтып жатыр, 7-ші рет болып жатыр. Оның барлығына да біз куәгерміз, үнемі қатысып, соған өнерімізді көрсетіп, халықты бір сондай көтеріп тастаймыз. Бізге, мемлекетімізге өте қажетті фестиваль деп мен түсінем. Өйткені менің өзімде сол түркі халықтарының үнемі фестивальдарынан, концерттері болсын, конкурсы болсын, бәрінен қалмаймын. Осы отырған жігіттердің көбісі біз танимыз, араласып, кәдімгі басымыз қосқанда туған бауырлар сияқты кәдімгі иықтыресіп, амандасып жатамыз. Сосын өнеріміз құлағымызға сіңіп, барлық халықтарға дүние жүзіндегі өнер ортақ. Содан барып әрқайсысынан жаңағыдай өнерде алмасу деген болып жатады, өсу деген болып жатады. Бұлай қарап отырсаңыз, қай қайсысы болса да, осы түрік халықтарының музыкасына үңілетін болсаңыз, бір-біріне ұқсастық, түбінің бір екені көрініп тұрады. Музыкалық жағынан қарасаңыз да, жаңағы костюмдері болсын, тіптен өзіміздің адами тұрғыдағы араласып отырған кездегі жаңа тіліміз, салт дәстүрлеріміз өте жақын, үйлесімді, тіптен ұғысып бір-бірімізбен тез дос болып кетеміз. Мысалға, Асланбекті айтатын болсам, мен 97-ші жылы Москвада алғаш рет екеуміз кездестік. Сонда жаңағы түркі халықтарының бірінші фестивалі болды. Сол Александр Грибоедов атындағы жаңағы кеменің үстінде 5 этажда Волга өзенінде 1 ай жүрдік. Осы түркі халықтарының жыраулар жаңағы байқауы болды, сонда мен бас жүлде ұтып алып едім. Сонда Асланбекпен алғаш рет мен таныстым. Содан бері біз әлі күнге дейін дос болып, ара қатынасымыз үзілмей келе жатыр. Мысалы қарайтын болсақ, мына қырғыз бауырларымызбен де, мына отырған жігіттер қыздармен де. Сондықтан біздің мемлекетімізге бұндай фестивальдар, дәстүрлі концерттер өте көп болғаны өте бізге қажетті. Еліміз үшін де, тіліміз үшін де, біздің шығармашылығымыз үшін де, біздің жастарымызға бұл бір жағынан тәлім тәрбие, ұлт аралығында да достық үшін де бұл өте қажетті деп түсінем. Жақсы. Арсланбек мырза, жаңа айттыңыз ғой енді, сізді таныстырған кезде композитор деп те таныстырдық. Осы домбыраға өзіңіз жазып жүрген қандай шығармалар бар? Көп шығармалар, бір 20-25 шығармалар бар болады. Өзіңіздің жазған, е? Иә. Домбырадан үзінді келдіріңізші, домбырадан үзінді. Домбырадан? Бұны айтады? Иә. Осы шығарма, күй, тек қана осы домбыраның санағында қалған жоқ. Түркияның кәдімгі Ердоғанның сайлауалды компаниясына қолданылды, кейін? Иә. Рұқсат алынып, қолданылып, келістіңіздер ғой соңында, е? Солай болды ма? Мен бұл домбырада үйренген неде бірінші жазған домбыраға арналып жазылған өлең. Ей домбыра деген. Сол не болып кетті қазір Түркияда. Өте танымал болып кеттіңіз ғой, сайлау компаниясы арқылы. Жақсы, бәрекелді. Осы тұстан студиямызға келесі мейманымызды, келесі қонағымызды қосудың реті келіп тұрған сияқты. Әнші Клара Төленбаеваны ортамызға қошеметпен қосайық, қарсы алыңыздар.
Қош келдіңіз, Клара ханым. Жайғасыңыз. Енді біз негізгі әңгімемізге арқау етіп отырған қос фестивальдің де сіз өзіңіз қатысушысыз, Астана арқауы болсын, Астанаға тарту шарасы болсын. Қай жылдан бері қатысып келесіз? Осы өнер додаларының бір жыл сайынға өту бір динамикасы, алға жылжуы байқала ма? Кімдер келіп, кімдер кетіп жатыр? Енді бұл Астана арқау фестивалі жаңағы 2008 жылдан бастап өтіліп жатыр дейміз. Енді осы фестиваль алғаш ұйымдастырылғаннан бастап соған қатысушылардың бірімін. Енді бұл жыл сайын өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Жыл сайын бұның көрермендерінің саны да көбейіп келе жатыр. Ең алғашында жаңағы халық қанша қатты таныс болмай, бұл қай жерде өтіледі, қандай фестивальдар бар деп елдер атымен тіпті таныс болмай жатса, қазір тіпті екі көрерменнің бірі осы Астана арқау қашан болады, Астана тарту қашан болады деген сияқты халық әбден соған жаңағы хабардар болды бұл фестивальмен. Сондықтан бұның жаңағы насихаттаушысы да, ұйымдастыру да өте жоғары деңгейде ұйымдастырылады жыл сайын. Жаңағы шетелдерден өзіміздің жаңағы қазақстандық орындаушылардың барлығына түгел жақсы көңіл бөлінеді. Енді осы Астана арқаумен бірге осы былтырғы жылдан бастап енді бұл Астана арқау фестивалін ел продюсерлік орталығы ұйымдастырып келді, ұйымдастырып та жүр осы күнге дейін. Енді былтырғы жылдан бастап бұл Астана арқау дәстүрлі өнерді насихаттайтын жалғыз болмай, ол екеу болды. Бұл біз үшін үлкен қуантатын жағдай. Осы Астана қаласының әкімдігі мен Астана қаласы мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Астанаға тарту деген үлкен жоба іске қосылды былтырғы жылдан бастап. Сондықтан бұл екі жоба біздің халық үшін, біздің көрермендеріміз үшін ешқандай көп болмайды. Бұның да қатары көбейсе деген тілегіміз бар. Сондықтан халық өзінің таңдағанын алады, өзінің керегін алады. Сондықтан бұл екі жоба таза дәстүрлі мақсаттаған дәстүрлі өнерді насихаттайтын жоба. Жаңағы үлкен сұранысқа ие. Астанаға тарту байқауына маңыз берейікші. Мысалы, мұнда шетелден азаматтар келмейді. Осы Қазақстанның өңір-өңірінен әртүрлі мектептің өкілдері әртүрлі мектептің өкілдері. Бұл жерде жаңағы дәстүрлі қанша мектеп бар, сол насихатталады бұл жерде. Өзіміздің жаңағы Қазақстанның ішіндегі. Ал Астана арқау болса, бұл жаңағы шетелдерден келген қонақтармен бірігіп, өзіміздің қазақстандық өнерпаздар бірігіп өнер көрсетеді. Ал енді бұл Астанаға тартуға келетін болсақ, бұл әр мектептің ішіндегі нағыз қаймақтары жақсы жаңағы сол мектептің жаңағы барлық бүге-шүгесін меңгерген үлкен өнерпаздар өзінің жаңағы өнерін ортаға салады. Сондықтан бұл өзіміздің келешек өсіп келе жатқан жастар үшін, біздің көрермендеріміз үшін үлкен жаңағы керекті жоба. Сондықтан осы жобаны ұйымдастырып жатқан біздің жаңағы Астана қаласының әкімдігіне бұл жағында үлкен рахметімізді айтамыз. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі оқиға ертеңгі тарих дейтін сөзді айтамыз. Дәл осы бүгінгі сәтте дәстүрлі жырша термешілердің ортасында, осы дәстүрмен бұрыннан қалыптасқан дәстүр бар қазақтың өнерінде құбылыс болып жатқан, оқиға болып жатқан қандай бір жағдайларды атап берер едіңіз? Мысалы, енді бұл Астанаға тартудың тағы бір ерекшелігі, бұл жерде әр мектептің өзінің өкілдері жаңағы өнерін көрсететін болса, ол мектептің бүгінгі күнде жалғастырушысы бар ма? Жаңағы сол үлкен жаңағы сол мектептің өкілінен, жас буыннан жаңағы бүгінгі күнде жалғастырушы бүлдіршіндер мектептің қатарындағы балалар өзінің өнерін көрсетеді. Яғни бұл болашақта біздің дәстүріміздің өлмейтіндігі, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатындығы, бүгінгі күнде жастардың насихаттайтын осындай жастарымыз бар деп халыққа үлкен жаңағы көрсетіп ұсынылатын жоба. Осы жағымен ерекше қуантады. Жақсы, рахмет. Енді біздің студиямызда жаңа атап өттіңіз ғой өзіңіз, Түркменстан мемлекетінен келген өкілдер отыр. Осы кісілердің өнеріне кезек берейік. Бұл ұлттық аспаптардың жиынтығы. Енді бұлардың өздерінің жаңа дутар деген аспабы, біздің домбырамыз сияқты, бұл күй ойнайды осы аспаппенен. Жаңа жырды айтады, әндерін айтады. Бұл қазір Измұрат деген бауырымыз, Измұрат Ережеп, қазір бір Нәрағашы деген күй орындап берейін деп отыр. Артур, сіз қандай өнермен келдіңіз?
Жалпы түркі тілдес халықтар арасында бізге ең жақыны қазақ пен қырғыз бір туған дейді ғой, қырғыз бауырларымыз. Содан кейін оның ішіндегі ең жақыны бізге ноғайлылар. Біз анау Қырымның 40 батыры дейміз. Негізі ол ноғайлының 40 батыры. Оны қазір зерттеушілер де, қазір кейінгі этнографтар да соны зерттеп айтып жатыр. Оны тақауда мынау өзіміздің үлкен әдеби газетіміз қазақ әдебиетіне үлкен көлемді мақала шықты академик Бүркітай ағаның. Бұл жақта осыдан бір ай бұрын үлкен халықаралық үлкен бір конференция өтіпті. Осы фольклор тану бойынша. Соған Қазақстаннан 10 шақты ғалым шақырған екен. Соған 2 ғалым барыпты. Біреу Бүркітай аған. 15 адам шақырды. 15 біреу Бүркітай аған, екіншісі археолог атақты тарихының докторы Зейнулла Самашев. Сонда сол ағайындар өзінің өкпелерін айтыпты. Қазақтар біз елемей кетті, әйтпесе біздің алпамыз, қобыландымыз, мысалы көптеген жаңағы Қазтуған, Доспанбеттен бастап барлығы араласып жатқан дүниелер ғой. Солардың бәрін бірлесіп бұғыздардың салт дәстүрі де бізбен бірдей, жалпы өнерімен домбырамызда ортақ. Жаңа қобыз айтып жатыр, қобыз үйреніп жатырмыз деп. Сол тәрізді бұғыстармен біздің бір әртүрлі жағдайларға байланысты арағымыз үзіліп кетті. Сон болашақта осы араны жалғап, осы дәстүрлерді әрі қарай жалғастырып, ең бірінші осы біздің арқа төңірегінде біздің мына термешілдік, жыраулық дәстүрімізді көп өркендеуіне әсер еткен біздің республикалық ақындар айтысы болды. Жүрсін Ерманов ұйымдастырған. Соның ішінде тұлымы желбіреген алтыншы класстың оқушысымен Елмұра Жаңабергенова қарындасымен бірінші рет сонда танысқанбыз. Кейде Беріктермен, Жүсіпов, Алмас құрдасымен соның ішінде танысқан болатындығымыз. Міне сондай өнердің жалғасында бірімен бірі жалғасып жатқан дүние ғой. Түркі тілдес халықтың өзі қазіргі тәуба деген халықпыз ғой бәріміз. Осы үлкен деңгейде, үлкен бір халықаралық деңгейде осы біздің кешегі анау телевизия арқылы халыққа насихатталып жатыр ғой біздің қазақ күрес тәрізді. Осы біздің жыршылық, термешілік өнерімізді болашақта сондай деңгейге көтерсеңдер деген менің арманым бар. Соған өзім атсалысуға дайынмын мысалы. Жақсы, бәрекелді. Енді келесі соңғы қонағымызды көп күттірмей ортамызға қосайық. Алтайдан келген өнерпаз Ченеш Байтушкинаны қарсы алыңыздар. Ченеш, келіңіз. Қош келдіңіз. Ченеш ханым, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Енді сіз биылғы фестивальдің қонақсыз. Қандай тартумен келдіңіз, қандай өнеріңізбен келдіңіз? Ченеш ханым, енді өзіңізден Астанаға сапарыңыз жөнінде, Астанадан алатын әсеріңіз жөнінде осы фестиваль туралы сұрайық. Ары көрсе айге берілу, бері көрсе күнге берілу. Астана ауыл көзімді сөндірді, жүрегіме кірді.
албатты жонның қылық жаңы баса жүрегіме кірді. Енді бүгін студиямызда жиналған өнерпаздардың өнерлері жөнінде аз кем ақпарат өздеріңіздің пікір көзқарастарыңызды білдіріңіздер, және мына атап отырған Астанаға тарту шарасына қатысушы ретінде өздеріңіздің үлестеріңіз Астана күніне қандай болмақ? Бүгінгі өтіп жатқан үлкен шара Астана тарту және Астана арқау мерекелік концерттерге болып жатқанына өте қуаныштымыз, және де солардың қатысушылардың арасында болып жатқанымызда өте қуаныштымыз. Сондықтан мынау жан-жақтан келген түрік халықтарының бұл негіз бұл шара кезінде 90-шы жылдары басталды деймін, осы шаралар Алматы қаласында басталды. Негізі менің ойым, бұл түркітілдес халықтардың түркітілдес халықтардың фестивалін тек қана Астанада ғана өткізбей, негізі Астана тарту, әйтпесе Астанаға арқау ретінде осы Қазақстанның бүкіл облыстық орталықтарында өткізсе екен деген сондай ниетім бар. Жақсы, рахмет. Жұпар апай, сіздің тараптан айтылатын қандай бір бар кезде де өзі халықтың көңілін билейтін Астана болады, көңілін көтеретін де, рухын бекітетін де Астана болады. Мынау Астана арқауы деп қойылған атының өзі бұл фестивальдің өте тамаша. Неге десеңіз, халықтық тінге өнер арқау болмаса, ол даму болмайды. Астанаға келген адам, сырттан келгендер болсын, осы Астанада тұрып жатқан мен сияқтылар болсын, бәрі әйтеуір той болғаннан кейін тойға адам сыйлықпен тартумен келеді ғой. Мен де сондай бір тартумен келіп жатырмын. Бөлуден елді сақтаған, дос түгіл дұшпан мақтаған, сенімін қазақ ақтаған, Астанамда шаттанам. Еңсесін елдің өрлеткен, жаһанға жұртын төрлеткен, біліммен сана зерлеткен, қазақтың рухын ерлеткен. Қазағым ғажап сәуелім, сеніммен әнің әуелі, қызыққан жаһан тәуелім, бақытын болсын мәуелі. Деген тілек айтамыз осы Астана тойына. Менің сөзіме жазылған Серікжан Әбдінұров деген бір тамаша композитор бар. Сол кісінің жазған әні Бақ Орда дегенді сыйға тартып отырмыз. Бағдарламамызда қорытындысында енді бір ауыз Эльмира ханым мына бір мәселені білейікші. Жаңа айттық, өнердің фестивалі, цирктің, театрдың әртүрлі шаралар өтеді. Астананың 16 жылдық мерейтойы биыл. 17 жылдық, 18 жылдық келесі бір мерейтойларда қандай бір басқосуларды, қандай бір шараларды көргіңіз келеді? Ұсыныстарыңыз болса айта отырыңыз. Және бір ауыз лебізіңізді білейік. Енді осы Қазақстанның барша халқын мен Астана күніменен құттықтаймын. Еліміздің қаншама жылдардан бергі аңсаған арманы, ол біздің тәуелсіздігіміз, егеменді ел болуымыз, тұғырымыз биіктей берсін. Осындай жаңағы еліміз тыныш болып, елбасымыздың қолдауыменен жасалған жолдауларын біз халық болып барлығымыз қолдай отырып, осындай тұғырымыз биіктеп, жылдан жылға үлкен осындай фестивальдарымыз, кештеріміз болып тойлай берек, соған жете берек деп халқыма сондай сөз жақсы тілек білдіргім келіп отыр. Ораза айында оразамызда қабыл болсын деймін. Енді менің жалпы жаңа Сержан бір жақсы ұсыныс айтып кетті. Мен сол сөзге қолдау ретінде бір жағынан мен де өнер адамы ретінде жаңағыдай бір көкейіңде жүретін сұрақтар, бір пікірлер болады ғой айтқым келетін. Шындығында да бұл әрине біздің Астана күніндегі жасалып жатырған үлкен мерекелік шараларымыз, бұл өз алдына, бірақ жаңағыдай осындай кештерге мен де қатыссам екен деп үйінде отырып аласұрып отыратын кейбір майталман жыршыларымыз, әншілеріміз болады ғой. Бәрі бірдей бір концертке сыя бермейді ғой енді. Сондықтан сондай бір осындай кештерді көбірек болса екен деймін мен. Мысалға жаңа облыстарда деп жатыр ғой, оны енді ұйымдастырушылық жағы өздері қарастырып жатар. Бірақ дегенмен мемлекеттік тұрғыда осындай фестивальдар, байқаулар, жаңағы халықаралық деңгейдегі республикалық сондай бір жақсы осындай шаралар көбірек болғаны дұрыс деп ойлаймын. Менің пікірімде. Жақсы, рахмет. Мендегі тілек біріншіден мынау кәмелетке жасқа толған Астанамызды туған күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Өз елінің патриоты болғандықтан. Екінші қосар тілегім жаңа Эльмира қарындасым өте орындайды. Жаңа Сержан інімді мына көп елде жатқан өнерпаздар, біз жалпы халықтың өнер көзі халықта деп абай бабамыз тегін айтпаған ғой. Сол көп өнерпаздар елде жатыр. Олардың бәріне шақыру тие бермейді. Сондықтан мынау біздің өзі жақсылыққа жанымыз құмар халықпыз ғой. Мына орыстардың телевизия қарап отырсаң жаның жадырайды.
Играй баян деген бір керемет хабары бар. Мен мысалы сценарийін жазып беруге дайынмын. Осы біздің осы телевидениеміздің күшін пайдаланып, ән домбыра, сал домбыра деген мысалы біздің домбыра әнші күйшілер елдері жетіп жатыр ғой. Соны аралап жаңа қобыз өлең айтатындар бар, сырнай өлең айтатындар бар. Соның бәрін осы арқадан бастап сыр бойы жетісу барлық жерді аралап шықсақ, сол керемет бір мына өнерге деген үлкен бір қосқан өзіміздің үлесіміз болар еді. Ол арқылы біз халқымыздың дәстүрлі өнерін дамытуға үлкен үлес қосқан болар едік. Сондықтан осы болашақта жаңалық деп жатсың ғой, осындай бір жаңалық жасасақ деген сіздермен бірігіп, ең сондай бір үлкен ұсынысым бар. Рахмет. Енді өнерпаздардан бір тілек лебіз білек, Арсланбек мырза. Енді қазақ пен ноғай туыс емес, бір халық деп айтып отырсыз ғой. Осы лебізіңізді, тілегіңізді тыңдай отырайық. Ал біріншілей Астана қаламызды туған күнімен құттықтаймын. Алла Тағала бізді барымызды имандылықтан айырмасын, иманымыз күшейсін. Я Алла Тағала. Сол ендігі бағанамда бір айтып кеттім мен, Европада да, Түркияда да көп ноғайлар бар деп. Олар домбыра жаңа ойнап бастадылар. Иншалла ендігі бір келейік, болайық фестивальдарға нелерге аз ойнасалар да ноғайлар біраз келе берсін. Ноғайлардың түрін, ноғайлардың біраз танысу, біраз керек. Жақсы, көп байланысымыз күшейсін дейсіз ғой. Жақсы, рахмет, Клара ханым. Енді Астана болғалы, осы Астана күніне жыл сайын осы мерекеде қандай үлес қосамыз деп біз өзіміз асыға күтеміз. Сол Астана қаласының өзі осы жердің түпкілікті өнерпазы ретінде жыл сайын атсалысамыз осы күнге. Сондықтан Астана күні құтты болсын бәрімізге. Еліміздің болашағы, келешегін тілеп жатқан бүгінгі ораза ұстап, осыны Алладан жаңағы келешегін тілеп жатқан ораза ұстағандардың оразасын Алла қабыл етсін. Сондықтан не айтамыз, осы Астана күнінде осы дәстүрлі өнерлерді насихаттап жатқан жобамыз жасай берсін. Әрқашан жыл сайын Астана күнінде біздің дәстүрлі орындаушыларымыз осы Астананың биік төрінен жарқырап көріне берсін. Дәстүрлі өнеріміз ұзақ жасасын дегім келеді. Астана шаарынын туылған күнімен чын жүректен құттықтаймын. Шу маданият алмашуларыбыз мындан да чоң өрчүп, кыргыз, казак, бардық түрк мамлекеттерибиздин баары ушундай сиздердин Астана шаарында ар дайым жолугушпагыла. Астананың мерейтойы тек қана астаналықтардың, әйтпесе қала қонақтарының ғана той емес. Бұл барша қазақтың, барша қазақстандықтардың ортақ мерекесі. Ендеше барлықтарыңызды осы бір мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Назарларыңыз әрдайым бізде болғай.